құтты болсын. Балалардың ең алғашқы шығатын биік белестерінің бірі осы әліппемен қоштасу. Олай болса, мен шәкірттерімді білім жолындағы белестерге қанаттары талмай көтеріле берсін деп тілек білдіргім келеді. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, шәкірттерді шақырайық ортаға. Құрметтіміз жерімді, өзен көлем суында, қастерлеймін елімді, әнұран туында.
Сәлеметсіз бе? Сіз еш қысылмаңыз. Біздің балаларымыз сізді әлдеқашан күтіп отырған. Сіз біздің мерекемізге қош келдіңіз. Келіңіз, ортамызға жайғасыңыз. Сәлеметсіз бе менің жас достарым? Мен сендердің қуаныштарыңды бөлісуге келдім. Білім деген қазақтың әліппесін меңгерген келешегі қазақтың басталады сендерден. Әсем ою өрнекпен көмкерілген әліппем, сен болмасаң білімге бастайтын жолды білпем. Үйретіп жазудың да өрнектерін, бойымды әріптермен тербеткенмін. Зор қуаныш маған да, ұстазға да, тілім біліп әріптерді сөйлеткенмін. Әріптер сырын тыңдайын. Ағайыны қосқанда, көкте туған ай болар. Тырнағына қосқанда, батыр елі тай болар. Әріптен құралған әжемізде ақылгөй, бұ дегенім бабамыз бауыржандай батыр ғой. Бұ дегенім мал деңіз, тоқтың түсін шамалар, мұ дегенім мал деңіз, қадір тұтқан бабалар. Г әріптен гүлденер, қызға тақты қыраттау, Ң әріптен бір келе, ғылыматын ұлатау. Д әріптен бастасаң, даған дария далам бар, ені ұмытпас ешқашан, ерінсеген жарандар. Ж дегенім жөргегім, туған өскен жерлерім, зармен дегенім, зергелерім, зергерім. Деген иманың адамдықтың асқары, К деген күйлерім, домбырам дасамын. Қ әктен құралған бас аяғы, қазақтың жарылқасы бұралам, жасай бесін. О деген отбасы, одан деген нұржындар, Я деген ясы, қала болған бұрындар. Л әрпінің шөресі лақ деген білікті, Н әрпінің келесі нәресінің білікті. Б әрпте құралған өмір атты дүние, Б деген періште желеп жебер мың. Б дегенім рахым, мейірім мен берім, С әрпінен тұратын, сый-сипат сенімін. Ой, болсын, ағайының өзілін, О деген ұлысын, Олман тоғай өзенің. Әпі, әкәді, әпі деген үміттің, әпінің де ұдасан бесін. Ш дегенім жабаға, Чи бесін баржаға, Қ деген сәлілі, қуанышы қаншаға. Барлық әріп бағалы, айтты ғаділ бағаны, әріпсіз сөз болмайды, буынынсыз толмайды, адам барлық әріпті ардақтайды, қолдайды. Дегенде алғаш мектепке білмеуші едік әріпті, оқимыз қазір ертеңді, үйренген мұны. Енді бір жаздан білеміз әріпті қосып әріпке, риза болып саған жүреміз, үйреткен оны. Әріпке! Әріпке!
деген сұрақтар әзірлеген. Аққыз сары қарамыз, достығымыз жарасқан. Демекші, бір тоқылдардың орындауында Грузин биін тамашалайсыздар.
қоштасып ертеңгілігін көріп тамашаладыңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Дендеріңізге саулық тілейміз. Алда келе жатқан жаңа қоян жылы сіздердің әрқайсыларыңызға табыс, қуаныш, шаттық әкеле берсін дейміз. Мына балаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Мына енді сөз кезегін Раша апай сіздерге берсек. Құрметті ұстаздар, оқушылар айналайын. Қандай мынау кішкентай жағымыздың біз өзімізге гүлдендіріп, бала деген қызығымызды қарап тұрсақ, осыларға қарап отырып қуанып отырмыз. Шіркін балалық шақ, аманшылық болсын, арасқан апайын айтып отыр. Олар 11-ді бітіргенде біз 70-те 80-60-да қалатын сияқтымыз. Дегенмен өмір беріп жатырса, осылардың қызығын көруге жазсын. Сондықтан айналайын балалар, мына бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Қандай әдемі, қандай керемет тамаша. Артымыздан осындай ұрпақтар болашаққа. Сендерді көріп біз қуанып отырмыз. Мына өнерлеріңе, әндеріңе, білімдеріңе. Сондықтан ертең еліміздің керемет тамаша білімді ұрпақтары өсіп жатыр деп. Мына ұстаздарыңа, Гүлдар апайларыңа көп рахмет. Қыркүйек айында мінекей қандай болып келесіңдер, енді қандай дәрежеге жетіп тұрсыңдар. Сондықтан ертең осы сендердің іштерінен үлкен азаматтар, президенттер отыр. Әрбір фирманы басқаратын әскери адамдар, сол сияқты қазір бұларға айтсаң, барлығы бастық болғысы келеді. Ылғи бастықтар өсіп келе жатыр. Сондықтан осы армандарыңа жете беріңдер, дендерің сау болсын. Біз сендерді көріп қуанып жүре берейік. Біздің қуанышымыз бола беріңдер. Қандай керемет тамаша әдемі. Залдың ішін сондай бір керемет тамаша гүлдендіріп тұрсыңдар. Сондықтан сендерді өсіріп жатқан, осындай дәрежеге жеткізіп жатқан ата-аналарыңызға көп рахмет. Сіздер аман болыңыздар, мына балалар аман болсын. Сіздермен бізге ортақ қой, осылардың қуанышына тоймай жүре берейік. Әр уақытта осылар керемет ертең тамаша азамат болсын. Гүлнар апай көп рахмет. Әдемі болып осы әрбір 4 жылда осындай шәкірттер тәрбиелеп шығара беріңіз. Бізде аман болайық. Сендер әдемі болып жас болып тұрғанда біз де қартаймаймыз. Осы күйінше қозғалмай тұрамыз, 80-ге жетпей-ақ. Сондықтан аман болайық. Бәріміз бар қуаныш құтты болсын. Енді мынау апайларыңыз, құрметті оқушылар, сендер балабақшада болып тұрсыңдар. Сонда балабақшадан қалған ескерткіш. Енді мінекей әліппемен қоштасқанда сендерде мынандай бір керемет тамаша дипломмен марапатталған ескерткіш. Ертең үлкен азамат боласыңдар сендер. Осы мектепті бітіргеннен кейін мамаларың, папаларың сияқты. Одан да керемет тамаша, озық азамат боласыңдар. Сол уақытта мынандай ескерткіштерінде өздерің қарап күліп отыратын боласыңдар, мамаларың, папаларың сияқты. Сондықтан мына ескерткішті тапсырайық сендерге. Осыған үлкен ертең білімдеріңе білім қосып, керемет тамаша азамат болыңдар. Жақсы ма? Еліміздің керемет тамаша азаматтары боласыңдар. Базарбеков Диас.
Орынбасар Құралай. Шаякбек Әділ Мұрат. Юнес Смағұлова Юнес. Юнес Құрсияқ Дәншімі. Нұрбай Санжар. Наурызбай Ескендір. Ескендір деген атында. Жүсіп Әлішер. Қадыржан Дәдер. Дәдер тағы да Дәдер келе ғой. Мақсым қызы Жанерге. Жанерге қандай тамаша. Әйгерім. Әйгерім. Керім бол келе ғой. Қамбар Ияс. Ияс. Дінаман. Дилназ. Жандарбек Дилназ. Еркебұлан. Еркебұлан жүреді. Еркеқожа Алдаспан. Алдаспан салмағы шекі болады деп білеміз. Нұрсұлтан. Келе ғой Нұрсұлтан. Айдана. Жандос. Тұрған шәкірттер бүгін әліппемен қоштастыңдар. Мен әліппемен қоштасуды мына білім мен ғылымға жол ашқан әліппенің тұсаукесері деп есептеймін. Себебі сендер білімге әліппе арқылы жеттіңдер. Енді сендерге келген жаңағы ана тілін көріп отырып Қадыр Мырзаға аталарының ана тіл туралы, өзінің туған тілім туралы мынандай бір шумақтары бар. Ана тілім арымдың, ұятың боп тұр бетте, басқа тілдің бәрімдің өз тілімді құрметті дейді. Сондықтан басқа тілдерді біле отырып, өзімнің анамның ақ сүтімен емген қазақ тілі ана тілін жақсы меңгеріп шығуларына мен тілектеспін. Екінші сендерді мектептің табалдырығын аттап кіргенде, партаға отырудың жөнін білмей отырғанда, сендерді осындай қалыпқа жеткізген мына ұстаздарымызға мың рахмет айтқым келеді. Ұстаз еңбегі ешқандай өлшеуге келмейтін, ұзындықпен де, салмақпен де, тоннамен де өлшеуге келмейтін, соншалық ұсақ, соншалық күнделікті өзінің барлық өмірін, барлық жүрегін тек қана халықтың баласына арнаған адам. Ол сіздердің алдарыңызда тұрған балалар, ұстаздарым, Гүлнар апайларым. Біз сендерді көріп жүрміз. 30 бала, 30 әр жанұя, болашақ 30 маман. Солардың басын біріктіріп, мынандай кешті ұйымдастырып отырған Гүлнар апайларына мыңдан рахмет. Алла ол кісіге денсаулық берсін, өмір жасын ұзақ қылсын. Ағайындылар, құрметті ата-аналар, жастар, сол сияқты мен сияқты немерелеріне келген әжелер, осы ұстаздың еңбегін, балаларымызды мынандай қалыпқа келтірген, мына мектебіміздің абырой атағын, өздерінің мына класстарын, енді класс деп айта беремін, кейде сыныптарының бүкіл
мектептерінің атағына кір келтірмеуге әрбір ата-ана атсалысайық. 86-шы мектеп десе, қазір көптеген адамдар бұл бір жақсы мектеп екен ғой деп таң қалады. Айтқандай-ақ бар, мынандай күшпен, мынандай 4 айдың ішінде 30 баланы осындай қалыпқа келтіріп отырған мектептің қалыптасқан, ұжымының қалыптасқан тәрбиесі мен тәрбиесі деп есептеймін мен. Сондықтан бүткіл ата-аналар, сіздердің балаларымыз біріне-бірі бірлікте болса, сіздерді мен бірлікте болайық. Классымыздың ара-абыройын сақтайық, мектебіміздің дәрежесін көтеріп жүрейік деп тілек білдіруге рұқсат етіңіздер. Рахмет айналайындар. Мына жас сәбилер, ұстаз, айналайын мына Гүлнар, мына мектеп басшылары, ата-аналар ұжымы сіздерге рахмет.